Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Оқушылар, дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы өнеркәсіп саласының дамуы қалай басталды? Сабақтың мақсаты: Қазақстандағы өнеркәсіп саласының дамуы, капиталистік қатынастардың дамуының Қазақстан экономикасына ықпалы. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Патшалық отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсері. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақ кезде капиталистік қатынастар дами бастады. Капиталистік қатынастардың пайда болуына не әсер етті? Қазақстан жерінде қандай салалар дамыды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстанда қай кезде капиталистік қатынастар дами бастады? Капиталистік қатынастардың пайда болуына не әсер етті? 19 ғасырдың екінші жартысында Ресейдегі капитализм қазақ өлкесін қамтып, тауар ақша қатынастарының жедел өсуіне әрі капиталистік жүйе белгілерінің пайда болуына ықпал етті. Қазақстанға енгізілген ресейлік капитал пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеу саласына бағытталды. Тау-кен өндірісі Ақмола және Семей облыстарында, Баянауыл, Қарқаралы уездерінде және Алтайда шоғырланды. Бұл аймақтарда мыс, күміс, мырыш кендері қазылып, көмір мен алтын табылды. Жұмыс орындары ескі техникамен жабдықталып, арзан жұмыс күші қолданды. Арзан жұмыс күші ретінде әйелдер мен балалардың еңбегі асыра пайдаланылды. Нәтижесінде еңбек өнімділігі мен сапасы төмендеді. Қазақстан жерінде қандай салалар дамыды? 19 ғасырдың 70-80 жылдары өлке шаруашылығында біраз салалар игеріле бастады. Алтын өндірісі қарқынды дамыды, тұз өндіру ұлғайды. Балық шаруашылығы да маңызды орын алды. Мал өнімдерін өңдеу, сабын қайнату, тері илеу кәсіпорындары ашылып жатты. Осы жылдары Қазақстанда 482 шақырымдай темір жол салынды. 19 ғасырдың соңында Қазақ өлкесіне банк капиталы еніп, несие жүйесі пайда болды. Орал, Қызылжар, Семей, Омбы және тағы басқа қалаларда мемлекеттік банктердің бөлімшелері ашылды. Несиелік мекемелердің орталығы Ақмола облысы болды. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: оқиғаларды жылдармен сәйкестендіріңіздер. Оқушылар, бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.